кезде de Navruz meyramı toylanатын. Бұдан үлкен мейрам болмайтын. Наурыз күні таң алдында зор ата суға шомылып жағаға шыға бергенде Құдайдың бейнесін көріпті. Төңірегіне нұр шашып тұр екен. Сол арада зор атаның көкірегіне де Құдай нұр құйды. Діннен бейхабар адам баласына тұңғыш рет діни қағида жіберді. Сол Наурыз күні жер бетіне тұңғыш рет діни бәтуа келді. Оны уағыздаушы осы даланың перзенті, мал баққан көшпелі шаруа зор ата болды. Сол уақытта әлемнің әр бұрышында дүниеге келетін 4 ұлы діннің негізі осы далада 35 ғасыр бұрын тойланған. Наурыздың бозала таңында адамзаттың алғашқы пайғамбары зор атаға көктен түскен рух иесі баян қылыпты. Зор атаны Заратуштра деп атап кетті адамзат. Зырқыраған заман-ай, содан бері қанша мезгіл көш өтті. Соның бәрі көз алдынан өтті. Жұрт мені Қыдыр ата дейді. Онысы расты. Ел жұрт таралап қыдырамын да жүремін. Ұлыстың ұлы күні араларына келемін. Өйткені мен мәңгі өлмес ата-баба рухымын. Наурыз мейрамының тарихы тарихтың тереңінде жатыр. Бұл мейрам аңыз пайғамбар Заратуштың атына байланысты. Ол дәуір біздің дәуірден 2000 жылдар бұрын болған. Наурыз мейрамы туралы халықтың аузында аңыз әңгімелер көп. Ал Наурыз мейрамының тарихын бірінші кітап бетіне түсірген Абай, екінші Наурыз мейрамының тарихын зерттеп қағаз бетіне түсірген, Наурыз мейрамында айтылатын өлең, жыр, мақал, мәтелдердің бәрін толық жазған Шәкерім. Шәкерімнің қолжазбасы біздің қолымызда. Осы күні Наурыз туралы әңгіме айтқанда, әңгіме қозғағанда, жазғанда Шәкерімнің осы айтылғандарынан үзіп-үзіп пайдаланып жүр. Наурыз мейрамын соңғы рет Кеңес үкіметі тұсында 1926 жылы, бұдан 69 жыл бұрын соңғы рет өткізді біздің халық. Ол кезде мен Семейде 11 жаста бастауыш мектепте шәкірт едім. Сол тойды бала күнде көрдім, есімнен кетпейді. Сонда Жүсіпбек Аймауытовтың сөз сөйлегені, Әміренің ән салғаны әлі есімде. Енді біз қазір Наурыздың мейрамын, ұлыстың ұлы күнін қалай тойлауымыз керек? Біздің ата-бабамыз ұлыстың ұлы күнін, Наурыз мейрамын, Алла Тағаланың жер анамызға нұры жауған күні, күн мен түннің теңескен күні, 22
наурызда тойлаған екен. Біз сол ата бабамыздың дәстүрін сақтауымыз керек. Меніңше, сол 22 март күні Қазақстанның бар жерінде бір күн тойланған дұрыс деп білемін. Еркілік өткенге көз жіберсең, наурыз деген жаңа қоныс, жаңа күн. Ескі жылмен қоштасар ел бұл күні, қол алысып достасар ел бұл күні. Игіліктің басы деп білет бұл күндел, ауыртпалықтың соңы деп білет бұл күндел. Жаз бен қыс, күн мен түн теңелер. Наурыз күні бай мен кедей, хан мен құл теңелер. Ұлы теңдік, табиғат пен адамда болса ғана өсу болар әмәнда. Наурыз деген жаңа жұртқа көшу, яғни жаңару. Наурыз деген уыз ішіп, аппақ сүттей тазару. Шырақ неге екен? Қазір түні осылай қос шырақ жағылады. Жалғыз шала сәуле болмас, жалғыз шырақ тәуге болмас деген сөз бар балам. Балам ұйықтама, қазір наурыз келеді, жаңа жыл келеді. Ұйықтама балам. Жастар асау тайыншаға қуыршақ мінгізіп, малды үркітіп, иттерді шулатып, елді ұйқыдан оятып, мерекені бастайды. Бұл жыл басы, кең дала ұйқысынан оянады. Ел бүгін қыдыр түнін, наурыз таңын қарсанады. Жаңағытқан қозыдай жамырасып көріскен, ұлыс күні кәрі жас құшақтасып көріскен дегендей, ұлыс күні көрісуден басталады. Халық жерге де, суға да табынған.
мейрамы елдің өмір салтына айналғаны жөніндегі тарихи деректер бойынша Наурыз деген сөз парсы сөзі. Ол жаңа күн деген сөз. Бірақ Наурыз мерекесін қарсы алу фарсы халқының еншісі емес. Ол көшпенділердің тарихи болмысынан өте көнеден басталған. Олардың өмір салтымен сабақтас келеді. Біздің ел бұл мерекені ұлыстың ұлы күні дейді. Ұлы дегеніміз мемлекет деген сөз. Осынау үйге кең жерге наурыз айы келгенде, наурыз тойы болғанда, келген өмір ұрманға. Осынау үйге кең жерге наурыз тойы келгенде, көрмегендер де арманда, арманда оны көргенде, наурыз айы келгенде. Халық даналығының ұлы тоғысы, ел санасының бастау көзі. Ежелгі халық тұтас бір жылды 6 ай қыс пен 6 ай жазға тең бөліп есептеген. Жыл басы Наурыз. Көктемнің тынысын тыңдап, жердің тамырын басқан. Тіршілігі табиғатпен байланысты зерегел 22 Наурыз күнін қараңғының жарыққа, ызғардың жылыға, кесірдің киеге, зымыстаның табысқанға, таршылықтың молшылыққа өтетін табалдырығы деп таниды. Тіршілігі мағыналы, қиялы ұшқыр тұңғиық данағалық, бұл күнде көктеміне қарап күзді, жазына қарап қысты пайымдауға болатын табиғаттағы тіршілік циклінің бастау сәні, алдағы тұтас жыл ерекшелігін анықтайтын тәжірибе кілті деп таныған. Наурыз космос, табиғат, қоғам, адам өміріндегі тепе-теңдік сәті. Ақ босаға, ақ босаға, мерейлі бақ босаға, қасиетті халқымның дәстүріне күлә болып, ғасырлар жатты сары. Айқай шіркін қазақтың кендері, секімді күйіндері, абысын тату болса аспен деген мақалдың айтылуы тегін беді. Абысын тату болса аспен деген мақалдың айтылуы тегін беді. Бата деген ақ тілі келгетен, жақсы дәстүр, жақсы сөз деген тілек, ұрпақтарға жалғасып келеді екен. Айыпау
атты бірін елең ете қаламын. Тұла бойда оянады тірі ата бабамның. Естігенде атты бірін қазақ болып оянам. Естігенде атты бірін жанды қайда қоялам. Естігенде атты бірін тұлпар болғым келеді. Шырқай шар көктегі сұңқар болғым келеді. Бұл өмірде жап емес, жүйрік болып өнерлі, сұлулыққа мәңгілік іңкәр болғым келеді. Естігенде атты бірін түскім келер кеске, ие болып бәйгеге шыққым келер белеске. Естігенде атты бірін жігер отым маздайды, бойға симай күш қайратым тартыс тілеп қоздайды. Заман-ай, сенде кеткен көп есесін елімнің, қайтаруға будым бекем белімді. сол қызға үйленетін болған. Егер қыз жеңіп шығатын болса, жігітке өз қалауын мойындатқан. Бұлардың той шығынын халық өзі көтерген. Халық даналығы жолы жіңішке қыз балаға өз қалауын, өз ниетін еркін білдіру үшін қыз қуу сайысын ойлап тапқан. Көкпар халқымыздың ежелгі ойыны. Бабаларымыздың нанымы бойынша қыс мезгілінің бейнесіне тастан жаралған қара теке алынған. Жадырап жас шығар сәтті күні қысаңдық пен қиындық сонымен кеткен ниетпен қыз бейнесі қара текені додаға салған. Ежелден жеткен бұл ойынның бүгінгі мәні шабандоздық, ептілік, күштілік, батылдық.
қыс пен жаз, ыстық пен суық, тепе-теңдік сәтіне келеді. Осыған сәйкес жаратылысты құру күштерінің алдымен табиғат пен қоғамның, екіншіден ел мен елдің, үшіншіден қоғамдағы әлеуметтік топтардың тепе-теңдігінің сақталуын құрайды. Жер үстіндегі елдердің, ұлы халықтар мен кіші халықтардың арасындағы тепе-теңдік сақталған жағдайда ғана бейбіт өмір туады. Тепе-теңдік, игілік, жаңару, өз орындарын тауып үйлесімі келіп тоқайласқанда ғана құт қонып береке орнайды. Сол себептен Наурыз тойында ағыл-тегіл молшылық болсын деп, Наурыз көжі ішеді. Ежелгі тарих бойынша тіліміздегі үркер және өгіз сөздері балама сөздер екен. Наурызда күн жолы үркер жолымен тоқайласады. Сойылған өгіз қыс пен қысаңдықты жерге ала батып кететін үркер өгіздің нышаны. Бұл күннің құты дарысын балаларым дегені. Топ-топ болып, ауыл-ауылға қыдырып жүреді. Не құлым көбейден дәм татса, соғұрлым ырысты болады деп есептелінеді. Мереке дастарханына көкөгіздің етінен пісірілген бел көтерер және 7 дәмнен жасалған Наурыз көжі ғана емес, ұлттық тағамдардың бәрі де қойылады. Дастархан байлығы ел молшылығына бағышталады. Ұлыс күні алдыңа келсе атаңның құнын кеш. Жақсылыққа жақсылық жай адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі. Таспен атқанды аспен ат деген нақыл сөздерді өзек етіп, дос жаран, араға жүк түскен бауырлас ел рулары бір дастарханнан дәм татады, табысады. Ел бірлігін күшейтеді. Наурыз деген елді жинап қарғыру, желбіреген туасында бір тұру. Наурыз деген бір сілкініп құлпыру. Наурыз деген қара қазан киелі. Қара қазан қасиеті халқымның. Елін сүйген отына бас еді. Қыдыр ата куәгері өткен менен кеткеннің, белесінен асқан кезде бір тарихи өткелдің, арамызға келмедің. Жол айрықта тұрған шақта шапағат нұрын төгігөр. Көп адасып жол іздеген ұрпақпыз, жақсылыққа шөл үркеген ұрпақпыз. Қыдыр ата, ақ батаңды бере көр. Жерің толған ел еді, ел азайып кетіпті. Елің толған мал еді, мал азайып кетіпті.
шалқар теңіз мол сулы, көл азайып кетіпті. Сөзге шешен халқымның ділі азайып кетіпті. Тілін қоса халқымның дені азайып кетіпті. Сүнер сөздің барқын кім, ішкені шарап халқымның мұң азайып кетіпті. Жер халқына мың жылғас, улы жерге ел қонбас. Тазарт туған жеріңді, көтер сөйтіп беліңді. Талап терге нұр жауар, оңға баста еліңді. Әумин.